Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде 19 сабақ көркем мінез дегеніміз не? Мәтін және оның түрлері. Бүгінгі сабақта сен мәтін түрлерін бір-бірінен ажыратуды үйренетін боласың. 19 тапсырмада мәтінді оқы. Орта бойлы, толық, ат жақтылау, дөңес қыр мұрынды кісі есік алдында көшеге қарап тұр екен. Мұхаң үйге келген кісіні далада тұрып қарсы алады деп еститін Мәлік аға. Бұл ерте келдім деп ойласа, ол кісі мұны одан да бұрын күтіп тұр екен-ау. Ол ұлы жазушының бойынан жаңа қасиет тапқандай болды. Бұл кішіпейілділік еді. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықта. Мәтіннің тақырыбы жазушының адамгершілік қасиеті. Негізгі ойы үлкен адамның кішіпейілдігі және оның адамдық болмысының биіктігін көрсетеді. Мәтінге ат қойып көшіріп жаз. Сын есімдердің астын сыз. Мәтіннің аты кішіпейілділік. Ал сын есімдер орта бойлы, толық, ат жақтылау, дөңес қыр мұрынды. Яғни бұл жерде адамды сипаттап тұр. Бірінші тапсырма оқы. Бұл дүниеде туған жердің жусанынан артық ештеңе жоқ. Бейбарыс сұлтан қартайған шағында дала кезіп, серуендеп жүріп, көзі бір түп жусанға түседі. Жұлып алып иіскейді. Кенет көз алдына еміс-еміс елес болып қалған туған жері елестейді. Бір ыстық сағыныш жүрегіне толады. Көзінен жас парлайды, жусанды екі алақанымен қысып, бетіне басып тұрып қалады. Сөйтіп, әлгі бір уыс жусанды бойтұмарының ішіне салып алады. Елін сағынған сайын иіскеп мауқын басады. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықта. Тақырыбы туған жерге деген сағыныш. Ал мәтіннің негізгі ойы адам қанша жерден алыстаса да туған жері әрқашан жүрегіне жақын болады. Туған жердің иісі әсіресе жусан сағыныштың белгісіне айналады. Яғни адамға қанша жерден алыс болса да, жаман болса да туған жері өзіне ыстық. Мәтін сөйлемдеріндегі етістіктерді тап. Олардың мәтіндегі рөлі қандай? Етістіктер кезіп, серуендеп, түсіп, жұлып алды, иіскеді, елестейді, толады, парлайды, қысып, басып тұрды, қалды, салып қалады, басады. Бұл жерде бұл етістіктерді мәтіндегі рөлі бұл жерде адамның іс-әрекетін айтып тұр. Бірінші тапсырма мәтіннің түрлері сызбасына мұқият қара, мәтіннің түрлері және олардың ерекшеліктері туралы айтып көр. Бұл жерде мәтіннің түрлері әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. Әңгімелеу мәтіні қандай да бір нәрсе туралы әңгімелейді, хабарланады. Яғни не, қайда, қашан, қалай болды деген сұрақтар қойылады. Сипаттау мәтінінде адамның, жануарлардың, табиғаттың, оқиғаның көріністері сипатталады, қандай, қай деген сұрақ қойылады. Пайымдау мәтінінде құбылыстың, оқиғаның себептері туралы айтылады, түсіндіріледі және бір жер жайлы дәлелденеді, бір нәрсе туралы дәлелденеді. Неліктен деген сұрақ қояды. 19 және 20 жаттығулардың тағы бір рет оқып шық, қайсысы әңгімелеу, қайсысы сипаттау, мәтін өз жауабыңды дәлелде. Бұл жерде 19 жаттығу сипаттау мәтіні, өйткені мұнда адамның сыртқы бейнесі орта бойлы, толық, дөңес мұрынды деп сипатталып тұр. Ал 20 жаттығу жусан туралы, яғни әңгімелеу мәтінді. Себебі оқиға баяндалады: бейбарыстың серуендеп жүруі, жусан теруі, иіскеуі, елін сағынуы. 19 және 20 жаттығулардың мәтін бойынша мультфильм жасасақ, қай мәтіннің мазмұнын бір ғана кадрмен, қайсысын бірнеше кадрмен көрсетер едік. Бұл жерде 19 жаттығуда бір кадрмен көрсетуге болады, яғни кісінің бейнесін сипаттау жеткілікті. 20 жаттығуда бірнеше кадр қажет, оның серуендеп жүруі, жусан теруі, елін сағынуы, яғни көптеген кадрлар шығады. 22 жаттығуда атаулар бойынша мәтін түрлерін ажырат. Бірінші біздің сыныпта, екінші татулығы жарысқан сынып, үшінші неліктен сыныпта таза ұстаймыз. Өзің қалаған атаумен мәтін құрап жаз. Біріншісі біздің сыныпта әңгімелеу мәтіні, яғни бұл жерде сыныпта не бар, қандай жағдайлар болады дегенде хабарланады. Не, қайда, қашан деген секілді. Екіншісі татулығы жарасқан сынып, сипаттау мәтіні. Өйткені мұнда сыныптың қандай екендігі, бірлігі, татулығы сипатталады. Қандай, қай деген сұрақ қойылады. Неліктен сыныпта таза ұстаймыз? Пайымдау мәтіні. Мұнда себеп түсіндіріледі, дәлел келтіріледі, неліктен, не үшін таза ұстайтыны, қалай таза ұстайтыны барлығы түсіндіріледі. Бұл жерде мәтін құрап жаз депті, татулығы жарасқан сынып. Біздің сынып өте ұйымшыл. Біз әрқашан бір-бірімізге көмектесеміз. Сабаққа бірге дайындалып, түрлі ойындар ойнаймыз.
Сыныптастарым мейірімді әрі қамқор, сондықтан сыныбымыздың татулығы бәрімізге үлгі. Ал балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше арнаға тіркеліп лайк басып комментарий жаза кетіңдер. Сау болыңдар.